Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бірге Жазира Супер Асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін горох қосылған қуырдақ дайындаймыз. Түскі асқа өте керемет идея. Ол үшін барлық керекті ингредиенттерді дайындап алдым. Және горохты тұзды суға салып қойдым, фитин қышқылдарының кетуі үшін. Енді етті жақсылап майдалап турап аламыз. Достар, егер менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалуларыңызды сұраймын. Енді сәбізімізді кубик қылып турап аламыз. Маған осылай ұнайды. Достар, және де сіздің жанұяңыз үлкен болса, онда ингредиенттерді 2 еселеп қоса беруге болады. Менде 2 адамға арналып дайындалып жатыр. Картопымызды жұқа қылмай, қалың-қалың қылып кесіп аламыз. Барлық ингредиенттеріміз дайын болды. Енді майды қазанға құйып, жақсылап қыздырып алып, етімізді қызарғанша қуырып аламыз. Достар, каналға жазылып, лайк басып, пікір жазуларыңызды сұраймын. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыздар. 1 шай қасық тұз салдым ет қуырылып жатқанда. Етіміз қуырылып болғаннан кейін 2 литр су құямын. Және де осы кезде горохты салып, ет пен горохты 30 минутқа қайнатып аламын. Ет пен горох 30 минут қайнап болғаннан кейін сәбіз бен картопты салып, қақпағын жауып, баяу отта тағы да 20 минут қайнату керек. Дәміне қарай тұз қосамын. Мен 2,5 шай қасық тұз салдым. Достар, тамағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде